Өйткені сүйген адамыңмен бірге боласың дейді. Сонда анасы ана жерде есім шығып кетті дейді анадан кейін. Көрдіңіз? Сонда "Онахну казалика". Аллахтың елшісі, біз де солай ма? Сүйгендерімізбен бірге боламыз ба? Ва антум. Сендер де дейді, сүйгендеріңмен бірге боласыңдар. Қарас, Мұхаммед пайғамбарға деген махаббат. Алып шығады ол. Ол кез келген мүминді алып шығады. Дауысын азайта аласыз ба? Алладан басқа тәңір жоқ деген иманы берік болса, кез келген мұсылманды қиналған сәтінен алып шығады ол пайғамбар салса. Ол пайғамбар біздер бір-бірімізге қарағандай қарамайды ол. Ол біздің бәрімізге бөліп жармай, үмбетім деп қарайды. Ол біз бір-бірімізге сия алмай жүрген да. Түсесің ба бауырым? Жоқ, рахмет, керек емес. Разым. Бауырлар, егер Алла маған да сіздер сияқты сөйлеу мүмкіндігін берсе, мен өмірімнің басым бөлігін Аллаға зікір айту және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтумен өткізер едім. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмірінің соңғы минуттарына дейін үмметім деп бізді еске алды. Ендеше біз неге салауат айтпаймыз? Алла тағала қасиетті Құран кәрімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтуымызды бұйырған. Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби я айюхаллазина аману саллу алейхи صلوا عليه وسلموا تسليما. Ол кісі бізді бірге қарайды. Біз үмбетім деп қарайды. Қандай қателігің болсын бойыңда, жамандығыңды жасырып қарайды ол кісі. Жақсылығыңды асырып, сізді құтқарып алсам ба деп қарайды. Міне біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қандай? Міне, ең басты осы Мұхаммед пайғамбарға деген адалдығың, сол кісіге деген байланысың үзілмесін ешқашан. Көрдіңіз ғой, бір сүйгеннің, жақсы көруінің өзі қандай нәрсеге әкеп батырды бұл кісіні. Аллахумма салли аля Мухаммад, Аллахумма барик аля Мухаммад.